Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Бүгін төрдегі сөз музейлік жобасы аясында ұлттық өнер мен руханиятты қатар алып жүрген ерекше тұлғамен жүздесіп отырмыз. Сыр өңірі жалпы жыр мен терменің сөз өнерінің алтын бесігі. Осы қасиетті өнерді жалғап келе жатқан бүгінгі кейіпкеріміз жыр мен термені серік еткен сөз өнерінің жүрегімен сезінетін, ел тарихында терең білетін өнер иесі Романов Әбілқасым Қуантханұлы. Қош келдіңіз, Әбілқасым Қуантханұлы. Рахмет. Ең алдымен өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз, осы өнер жолына қалай келдіңіз? Тоқталып өтсеңіз. Енді армысыздар, құрметті көрермен, тыңдарман, бүгінгі жобаның тыңдармандары. Өнер жолы енді біздің отбасымыз үшін өте алыс емес деп айтуға толық негіз бар. Себебі әкем Қуантхан Романов, шешем Пернегүл, барлығы сол мәдениет саласының аудандық мәдениет үйінде қызмет жасап, сол жерден зейнетке шыққан азаматтар. Біз кішкентайымыздан сол осы мәдениет үйінің залында ойнап өсіп, сол мәдениет үйінің ішінде сол өнер адамдарымен біте қайнасып, сол өнер адамдарының тәлім тәрбиесін алып, сол жерде өстік десек артық айтқанда, бала күнімізден бастап. Енді өнер жолына келу себебімізге бірден бір себеп болған сол бала күнгі орта шығар, сол мәдениет саласының ортасы болса керек. Мен сол мектеп бітіргеннен кейін, мектеп бітіре сала, бір жыл сол мәдениет бөлімінде автоклуб меңгерушісі болып жұмыс істедім. Сол бір жылдан кейін барып оқуға талап қылып, Қызылорда қаласындағы сол кезде Гоголь атындағы педагогикалық институт, соның музыка факультетінің домбыра классына түсіп, сол жерді Қорқыт Ата атындағы университеттің, институттың, педагогикалық институттың домбыра класын бітіріп шықтым. Міне сол енді музыка факультеті болғаннан кейін, ол енді өнердің қайнаған ортасы, сол институт қабырғасында жүріп, оркестрлерде ойнап, жеке терме орындап, сол жерде сол ел халықтың алдына шығу қадамымыздың алғашқы қадамдары сол жерден басталды. Рахмет. Сіз енді жыршылық, термешілік, сонымен бірге айтыскерлік, онымен бірге беріректе енді сазгерлік өнердің бәрін қатар алып келе жатырсыз ғой. Осы өнердің қайсысы көңіліңізге жақын, жүрекке жылы тиетіні? Енді бөліп жарып қарау мен үшін әбестік болар, енді өнерді. Бірақ енді осы жыраулық өнер деген нәрсе, дүние мені жаныма бір табан жақындау. Себебі жыраулық өнердің жақын болу себебі, бірден бір себебі, енді осы ел халық, осы жердегі Қазалы қаласы аудан көлеміндегі біздің енді арғы атамызды жақсы біледі. Роман деген ақсақал 96 жыл өмір сүріп, үлкен осы өзіне шежіре жазып, аталықтарды сөйлетіп, шежіре жазып, отымыздың басында үнемі ақсақалдардың кеңесі өтіп отыратын тұғын. Әңгіме дүкен құратын, сол кезде осы аузы дуалы, елге танымал мынау Сағындық деген Төртқарада молда аман кісі болды, өте әңгімешіл. Домақ деген ақсақал болды, Бірлік елді мекенінде. Назархан деген ақсақал болды, Қарасақал руының. Мына Ерімбетті өте қатты дәріптеген кісі. Сағындық молдалар, сол көптеген осы ақсақалдар үйге келіп әңгімелесіп отыратын тұғын. Оның үстінде осы мынау өзімізге жақын Ерғанат деген әкеміз болды, Өркендеу ауылында тарихшы, өте сауатты кісі. Осы кісілер басы қосылған кезде барлығы жиналып отырып әңгіме дүкен құратын тұғын. Әңгімелесіп отыратын тұғын. Сол кезде осы мынау Назархан ақсақал, Қарасақал Ерімбет шайырдың өлеңдерін мықты айтатын тұғын, мықты орындаушысы тұғын. Ол кісі сол жатқа айтады, насихаттаушы. Соны тыңдайды отырып ақсақалдар, шалдар, сол кезде қариялар. Соның қасында отырып, солардың әңгімесін тыңдап, біз үшін сол кезде ол бір ертек әңгіме тыңдап отырамыз қасында. Сондықтан соларды айтқан әңгімесі құлақта қалды ма, мен сол осы мына көне көз әңгімелер маған өзі жаныма жақын болып, мен жыраулық өнерді сол ерекше өзіме құрмет тұтып жүрген себебім
сондықтан деп ойлаймын. Рахмет сізге. Сіз енді осы өнер жолында жүргенде сыр сүлейлерінің шығармашылығынан да шама орындаушылық қасиетіңізді көріп жүрміз. Сонымен бірге өзіңіз айтып өткен елден шыққан үлкен тұлғаларды өзіңізге үлкен ұстаз ретінде бағалап айтып отырсыз. Енді қазіргі жастардың жыр термеге қызығушылығы қандай дәрежеде деп ойлайсыз? Енді бір сөзбен айтқанда, кішкентай 50 жылда ел жаңа деп жатады. Өнерге үлкен жақсы бір серпіліс келді ғой деп ойлаймын. Өнер бүгінгі қоғамдық формациямен бірге жақсы дамыды. Өнерде ілгерілеушілік айқын басымдықпен көрініп тұр. Қазіргі енді әрине мына осы ұлттық өнерді дәріптеу бағытында біршама жастардың қазір жаңағы республикалық демей халықаралық деңгейде, Орта Азия мемлекеттерінде, Европа мемлекеттерінде үлкен концерттер өткізіп, осы жыраулық өнерді дәріптеп, ұлттық өнерді паш етіп жүрген бірталай өнерпаздарымыз бар. Енді солардың қатарында өзіміздің жерлесіміз Марат Зүгірбаев інімізді ерекше айтуға болады. Ол жігіттің өзінің қазір ізінен еріп келе жатқан қаншама шәкірті бар. Қазір осы Орта Азия мемлекеттерінің бірталай жерінде, қалаларында өздерінің осы ұлттық сырдың, оның ішінде сыр сүлейлерінің өнерін дәріптеу, оның ішінде жыр терме орындау бағыты бойынша бірталай концерттер беріп, сол біздің сыр өңірінің өнерін елге паш етіп, дүниежүзіне паш етіп жүрген азаматтар, жастар. Оның бер жағында енді өзіміздің аудандық мәдениет саласында, аудан сахнасында, облыс сахнасында қарыштап дамып келе жатқан жастар жетерлік деп айтуға болады. Жалпы жастарға көңіліңіз жақсы болады. Болады. Өнер жағында келе жатырған. Біздің енді бұл осы төңірегінде, ұлттық өнер төңірегінде мен Қазалы ауданы балалар өнер мектебін, Қорқыт Ата атындағы балалар өнер мектебін ерекше айтып өткім келеді. Сол жерде Сандуғаш деген апайымыз бар. Біздің осы ұлттық өнерден Тұрар деген азамат бар. Олар да сол мектептің түлектері, қазір сол жоғары оқу орнын бітіріп келіп, дәстүрлі ән жыр пәні бойынша, саласы бойынша өздері ұстаздық жасап келе жатыр. Олардың да үлкен шығармашылық бағдарламасы, үлкен ауқымды деуге болады. Таңды таңға ұрып жырлайтын кәдімгі атақты жыраулар деп толық айтуға болады. Сол үлесі көп. Қазір сол жерде оқып жатқан қаншама шәкірт бар, мектеп жасындағы. Олардың барлығының да алға қойған мақсаты айқын. Ертең осы мектеп бітіріп, одан арман қарай колледж бола ма, жыраулық жаңа шабыт университетінің орналасу деген нәрселердің барлығында балалардың талабы жақсы. Көңіл толады қазіргі жастарға. Өзіңіз осы өнер саласында жүріп, ізіңізге шәкірт ерттіңіз бе? Шәкірттер бар ма? Және отбасындағы ұрпақтарыңыздан сіздің жолыңызды қуып өнерге жақын болған балалар бар ма? Енді бұл төңірегінде шәкірт әрине жаңа сол айтып отырған Марат, сол жастайынан өзі өнерге құштар бала, өзі ерекшелеу болып келеді ғой. Ауылы Өркендеу ауылында, мен осы Қазалы қаласындамын. Сонда кішкентай кезінде мектеп жасында келіп, домбырасын арқалап келіп, сол үйде мына жерде өйтсек қайтеді, мына жерде сөйтсек қайтеді деп ақылдасып, кеңес алып, сол бастап жүретін тұғын. Қазір енді деңгейі шүкір. Міне сосын Нұрдәулет айтыскер ақын Нұрдәулет Мұхамбетов деген азаматта, ол да бір ерекше туған бала. Сол өнерге өте құштар, жаны құштар, кәдімгі өнерде сешкен асын жерге қоятын жақсы өнерпаз балдарымның бірі. Ол да сол кішкентай кезінде біз енді оның папасы менің ұстазым болып, Жеткер ағай. Сол отының басында боламыз. Нұрдәулет келеді, кішкентай кезінде, ол да кішкентай кезінде домбырасын арқалап, өзінің бойы домбырамен бірдей, соны арқалап келіп, жаңағы кейіннен енді сол дами келе, сол өнердің ізіне түсу арқылы халыққа танып, бүткіл қазақ, исі қазақ танып, оның айтыскер ақын ретінде мойындатқан өзін жақсы бір азамат, өнердің ізінде жүрген жақсы бір азаматтарымның бірі. Енді отбасымызда енді менің жолымды қуып дәстүрлі өнерге қадам басқан ешкім жоқ, бірақ дегенмен сол өнер саласынан алыстап кеткеніміз жоқ. Менің екінші ұлым Олжас етті. Ол енді сол Қызылорда қаласындағы біздің осы Қорқыт Ата атындағы өнер мектебінің саксофон классын бітірді. Одан Қазанғап атындағы
музыкалық жоғары колледждің саксофон классын бітіріп, қазіргі таңда сол Қорқыт Ата атындағы институттың өнер музыка факультетінде оқып жатыр. Үшінші ұлым Жасұлан деген балам бар. Ол енді сол Қазанға біздің Қорқыт Ата атындағы балалар өнер мектебінің флейта классын бітірді. Одан қазір сол Қазанғап атындағы жоғары музыкалық колледждің флейта классында екінші курс оқып жатыр. Енді ол балалар сол үрмелі аспап жанрында оқып жүр, дәріс алып жүр. Енді олардан да енді алда күтетін үмітіміз зор. Иә, үмітіңіз ақталсын. Өзі айтады ғой, кейбір бала әкеден асып түседі деп, өнерді ұлықтаған үлкен азаматтар болсын деп тілейміз. Сіз енді жалпы қазақ айтады ғой, 8 қырлы бір сырлы деген жігіттің бірі де бірегейсіз. Біздің естіп жүрген көп лирикалық әндеріміздің ішінде сіздің бір жүрекке жақын да лирикаға жақын әндеріңіз бар. Сондықтан бір кішкене сол төңірегінде де айтып қозғап өтсеңіз. Енді менің алғашқы бұл енді өнер деп бір тұтас догма деп алатын болсақ, енді бәрі сол бір өнер деген сөздің ішіне сыяды ғой. Бірақ ішінде сол эстрадалық жанр, ұлттық өнер жанры. Енді музыка факультетін оқыған кезде ол жалғыз тек қана бір немен ғана қолмайды, жан жақты қылып өткізеді сабақ, солай болады. Сондықтан біз сол фортепиано аспабында, баян аспабында қосымша оқисың. Бұл жерде дирижирование деген сабақ жүреді. Осылардың барлығын меңгеруге тура келеді. Енді сіз жоғары білімді музыка пәнінің мұғалімі болу үшін солардың бәрін білуге тиіссің, міндеттісің. Сондықтан осы бір аспаптарда ойнау кезінде, ойнап отырған кезінде кейде бір көңілдің толқыны деген нәрселер болады ғой. Бір ғана сол жыр терменің төңірегінде емес, классикалық музыкалар тыңдайсыз, мынау шетел Европаның ұлы композиторларын тыңдайсың. Өзіміздің қазақ композиторлары бар, соларды тыңдап отырасың. Сосын енді бір көңілдің күйі келген кезде сол күйсандықта отырып жазған бір жар әндерім бар енді. Рахмет, соның барлығы тыңдаушының құлақ құрышын қандыратын керемет әндер, жүрекке жақын. Біз енді жалпы тыңдаушы ретінде де өзіңіздің сондай өнеріңізге бас иеміз. Рахмет. Сізді енді біз бір қырыңыздан осы Қазалының тарихын жақсы білетін өлкетанушы ретінде де жақсы білеміз. Осы өңірдің ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Қазалы өңіріне қатысты бір қызықты деректеріңіз болса, бөлісе отырсаңыз. Енді өнер саласында жүргеннен кейін, оның ішінде мынау ұлттық өнер, мынау дәстүрлі жыр мектебі, дәстүрлі жырды айту үшін тарих білу керексіз. Кез келген мынау жыр терменің, дастандардың өзіндік тарихы бар. Ол әрине бір тарихи оқиғаның желісінде құрылады ғой, әңгіменің барлығы термелер. Сондықтан бір термені орындау үшін оның тарихын біліп, зерттеп, сосын барып оны тыңдарманның алдына алып келген менің өзімнің өмірлік позициямдағы ұстанымымда жету керек. Сондықтан осындай нәрселерді орындау барысында, оның шығу тарихын зерттеу барысында сіз міндетті түрде елдің тарихын білмей, жердің тарихын білмей, тарихи оның мән мағынасын түсінбей арман қарай қадамдап басу өте қиын шығар деп ойлаймын. Сондықтан соларды орындау үшін ізденіс керек. Сол ізденістің арқасында елдің тарихын, жердің тарихын танып біліп жатқан жайымыз бар. Енді Қазалы енді өздеріңіз білесіздер, уездный город, үлкен ұлы жібек жолының бойында орналасқан. Біз айтып жүрміз ғой, тыңдап та жүрміз, аузы дуалы ағаларымыздан тыңдаймыз. Бізге дейінгі айтылған әңгімелер бар. Ауызекі әдебиет деген дүние өте күрделі жақсы жанр ғой ол. Ауызекі әдебиетте көп әңгімелер айтылады. Ол тарихпен үндесіп жатады. Ауызекі әдебиет пен тарихтың былай арасында, тарих енді нақты бір цифрларға сүйенетін болса, ауызекі әдебиет сол жобалап қана тұспалдап сөйлеп отырады. Сондықтан осындай әңгімелердің қатарында сол жаңа бағана айттым, әкемнің әкесі Роман Ақсақал сол үйде отырып, қасында сол жаңағы айтылған ақсақалдар бар, келеді жиналып, барлығы келіп әңгімелесіп отырып, сол елдің тарихын айтады. Тарихи әңгімелер айтып отқан кезде сол құлағымызда шалып қалған ғой енді, қалып қалған әңгімелердің бірі. Сол
мынау Қазалы қаласы, өздеріңіз білесіз, үлкен сауда орнының болғаны бұл жерде. Қанибай бай көпетовтің өмір сүрген жері, үлкен сауданың қайнаған ортасы болған жер. Енді мен бұл әңгімені осында Ахметов Сәбит деген азамат, тарихшы тұрды. Ол кісі қазір марқұм болып кетті. Сол кісіден естіген әңгімем болатындығын. Ол кісі бұл әңгімені профессор Киреевтің, біздің Мәди Киреевтің жеке қорынан алған, архивінен алған, жеке архивінен алған. Ол Киреев бұл әңгімені Ленинградтағы үлкен архивтен алған екен. Сәбит марқұм осыны айтып отыратындығын, қазым саған осы кейін бір керек болып қалады, менде осындай дерек әңгімелер бар деп. Бір мезетте Қазалы қаласында дейді 170 шам жанған екен. Бір мезетте дейді. 170 шам ымырт түсе жанатын көрінеді. Қазалының сол кездегі негізгі көшелері мына Николайдың кесегімен қапталған, арық жүйесі істелген, су жүретін арығы бар, көше кесекпен қапталған. Ол елге саудаға келе жатқан керуеннің жаңағы аттың тұяғы байпақ киіліп, артына қап байланып сөйтіп кіргізіледі екен. Мақсат ол жердегі тазалық қой. Анау тұяқ, аттың тұяғы төселген кесекті мүжмеу керек, қажамау керек. Сосын енді қи түсіп көшені ластамау керек. Сол мақсатта осындай шараларды қолданған екен. Сонда Қанибай Сарттың 5 қызы болды дейді. 5 қызы болды дейді. Өзі қазір енді реставрациядан өтті ғой Қанибай үйі. Анау бір қабатты болып келеді де, ортасынан үлкен екінші қабаты бар, көтерілген. Сол жерде Қанибай Сарт шаңқай түсте жатады да, 5 қыз көне столицаға, мына жердегі шомылуға барады екен. Столица деп отқанымыз енді ел тыңдарманға түсінікті болу үшін Сырдария өзенінің жырылып Қазалы қаласының іргесімен ағатын тұсы. Дария толады, ернеуінен асқан кезде келіп жаңағы көне көлшік болып, анарадан сол ағыс су қайтып арман барып дарияға қайтадан қосылады. Сол ағысы. Сол жер үлкен ел халықтың шомылатын аймағы, демалыс аймағы болған болса керек. Сонда Қанибай сол өзінің үйінен сол дарияның жағалауына дейін аспалы көпір салды дейді. Енді өздері білесіз, әлемнің 7 кереметінің бірі аспалы көпір болса, Қанибай сол 5 қызының тағдыры үшін сол өзінің үйінен анау көне столицаның етегіне дейін аспалы көпір салды дейді. Сол 5 қыз шаңқай түсте барып шомылады екен. Шаңқай түсте дарияға барып, столицаға шомылады екен. Сонда Қанибай жаңа екінші қабатында жатып, тыңдап жатады. 5 қыздың аяғына сылдырмақ байланады дейді, тобығына. Сөйтіп ол сылдырлап барады, 5 қыз шомылады, сылдырлап қайтады. Соны шаңқай түсте анау Қанибай Сарт тыңдап жататын көрінеді. Егер сылдырмақ дұрыс сылдырамаған жағдайда, яғни қыздарға басқаша қауіп болып жатқаны, сонда артынан адам жіберетін көрінеді. Сондай мінекей Қазалы қаласының тарихында осындай бір бұрын соңды енді деректер, естілмеген деректер көп. Бұл енді сол кімнің, Ахметов Сәбиттің дипломдық жұмысында бар бұл әңгімелер. Сол кезде ол кісі айтып отыратындығын, Әбілқасым, сен мына бір әңгімелерді менің дипломдық жұмысымды оқып алсаң, мен Қазалы қаласының тарихы туралы, именно осы мына біздің Қазалы қаласының тарихы туралы мен жазғанмын. Ал мен бұл деректердің барлығын Мәди Киреевтен алдым, профессор Киреевтен алдым. Ол кісі бұл тарихи әңгімелердің барлығын Ленинградтағы архивтен алған, Қазалы қаласының тарихынан алған. Біздің яғни тарихимыз сол Ленинградтың архивінде сақтаулы тұр деген сөз ғой. Сондай. Осындай дүниелер болған. Енді айта берсе әңгіме көп, тарихи Қазалы қаласы туралы енді. Керемет, керемет. Сіздің бүгінгі әңгімеңізге өте көңіліміз толды. Енді біздің қазақтың ұлттық мынау аспабын алып келіп отыр екенсіз, домбыраны. Бұл домбыра бекер келмеген шығар. Өзіңізден бір жақсы жыр шумақтарын күтеміз. Енді бұл жыр дәстүр біздің сырдың бойында енді сыр сүлейлері деп жатады, сыр өнері деп жатады.
Сондықтан өздеріңізге белгілі сырдың бойы дәстүрлі 3 мектептен құралады. Бірі мінекей осы мынау Арал қазалындағы жыр айту дәстүрі, бұл ерекше. Бұны Нұртуғанның мектебі деп атап жатады. Нұртуған мектебі деп аталу себебі сол кездегі өнер ортасындағы адамдардың ішінде шоқтығы биік, үлкен жырау ақын Нұртуған бабамыздың есімі. Сондықтан сол Нұртуғанның мектебі де атап кеткен. Екінші мынау бізден жоғары жақта мынау Қармақшы, Жалағаш деген аудандар бар, білесіздер. Оларды мынау Тұрмағанбеттің, Жембай жыраудың мектебі деп жатады. Одан арман қарай мынау Жаңақорған, Шел деген аудандар Нартай мектебі деп жатады. Бұлардың барлығы сол кездегі өнердегі үлкен тұлғалардың есімімен аталып жатады. Енді біздің ән салу, жыр айту дәстүріміз сол өзіміздің Арал қазалының өңірі, Арал қазалы өңірі. Нұртуған мектебі деп жатады. Өзіндік ерекшелік мақамы бар. Сондықтан осы Нұртуған бабамыздың бір ауыз сөзінен бастайық. Әлім Шөменнің балдарын жырға қосып, жыр бастау айтып атқан көрінеді, соны орындап берейін. Кәнекей тілім сөйлеші, бір ауғантай өлеңмен, таныс едім жақсыға өлең айтқан өнермен. Өнер алды қызыл тіл, қариялар дегенмен, бір мен емесі ермекшіл шығып жатыр ел-елден. Сол нәрсе жоқ, түнде бар да күндіз жоқ, күннен ару нәрсе жоқ, күндіз бар да түнде жоқ. Мұсылманшылық кімде жоқ, білде бар да дінде жоқ. Көшпелі бейнет көп дәулет, бірде бар да бірде жоқ. Іздегенменен таппайсың, осынау күні қарасаң, талайдың орынау мүлде жоқ. Ай, сау болыңыз. Ғалымның жолын тұтпасаң, жахилдің жолын ұстасаң, көретін жарық шілде жоқ. Қайда барсаң жамандар, аяғын басса табылар, бір жерге басы қосылған, екі дау жақсы елде жоқ. Тұлғасын көріп көз тойған, тумысына әркім ден қойған, билігін бұрмай тұр айтқан, төредей билер төрде жоқ. Жауды көрсе сайланған, беліне садақ байлаған, бес қаруына асынған, белсенген нағыз ерде жоқ. Ұлсыздарға ұл берген, қызсыздарға қыз берген, кереметін кезінде құлақ естіп көз берген, әулие түгіл бұл күнде топалаң қияр мерзімде, тұранға біткен қорда жоқ. Өйстіп жүріп бір күні кіжінуменен өтерсің, бастанды зулар дүния бұл. Ой, сау болыңыз. Ай, рахмет сізге. Бүгінгі өнеріңіз үшін, өнеріңіз өрге жүзе берсін. Енді өзіңізді көріп, тамашалап отырған жас ақындарымыз бар, өзіңізге еліктеп жүрген жастар бар. Осы жастарға бір ауыз өзіңіздің жақсы тілегіңізді айтсаңыз. Енді талаптыға нұр жауады дей ма, Абай. Сондықтан бұл өнер деген дүние тек үлкен дайындықпен ғана келетін нәрсе, еңбекпен келетін нәрсе әрине. Сондықтан еңбектену керек. Өнер ешкімді жолда қалдырмайды, аш қылмайды. Қайта рухани толмысыңды толықтырып, рухани болмысыңды қалыптастырады. Сондықтан бүгінгі күнгі өнерге қадам басқан жастар болса, олардың барлығына сәттілік тілегім келеді. Тек алдарын ашық болсқан тілегім келеді. Ата бабамыздың өлмес мұрасын жалғастырып жатса, ол енді нұр үстіне нұр ғой. Сондықтан осындай артымыздан еретін шәкірт көп болсын, елдің жоғын жоқтайтын, елдің тарихын сөйлейтін, елдің тарихын насихаттайтын жастарға сәттілік қана тілеймін, солар көп болсын. Ой, рахмет. Бүгінгі сыр сүлейлерінің сарқыты болған өнер иесімен жүздесіп, рухани бай, мазмұнды сұхбат жүздесіп, өзіңізбенен сол сұхбатқа куә болдық. Бұл кездесу ұлттық өнерді тануға, тарихты құрметтеуге, рухани құндылықтарды бағалауға үлкен мүмкіндік берді. Құрметті Әбілқасым Қуантханұлы, сізге уақытыңызды бөліп, біздің мына сырлы сұхбат айдарымыздағы музейлік жобамызға келгеніңіз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта да барлық шығармашылық жоғарғы биіктерден көріне беріңіз. Ізіңізге ерген шәкірттеріңіз сонау республикадан да асып, одақ көлемінде де, басқа да мемлекеттерде ән салып,
осы қазақтың ұлттық өнерін дәріптейтін шәкірттеріңіз көп болсын дейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы ұлттық өнеріміз бен рухымызды мәңгі өлмейтін қазақтың дәстүрлі өнері жасай берсін демекпін. Құрметті көрермендер, сіздерге бүгінгі сұхбатымызды келесі кездескенше қош сау болыңыздар дейміз.